Көздің қоңырқай күндерінің бірі еді. Толасы жауған жаңбыр бірер сәтке тыйылғанымен қоңыр аспанда жөңілге көшкен қара бұлттарға қарап, әлі жауатыны сезіліп тұр. Осы бір толас сәтінде жолай өтіп жатқан көліктерге мініп, қалаға жетіп алайын деп, үлкен жолдың бойына шығып алдым. Аса қымбат болмаса да өзімнің қалаға жұмысқа барып келуіме жарайтын көлігім де бар еді. Алайда өткенде тұрар ауылына бұрылыста байқамай келесі бір көліктің артқы жағына соғып алғанмын. Иесі иман жүзі жігіт екен, аса көп керілмей: "Аға, жасыңыз үлкен екен, артық ешнәрсе демей-ақ қояйын. Қазір жөндейтін жерге барайық. Олармен келісіп жөндетіп берсеңіз болар" деп менің алды жапырайып қалған көнетөз Ауди көлігіме мүсірке қарады. Менің кескін келбетіме, арзан көлігіме қарап, аса бай адам еместігімді байқады ма, тек жай күлімсіреді де қойды. Жарайды, інім дегеннен басқа амалым қалмай басым дезедім. Ол машинадан шамасы келіншегі болар. Кішкене ер баласымен шығарып тұрған таксилердің біріне отырғызып жіберді. Келіншегі құдайы бар бала екен, артық ештеме демеді. Тек қана: "Қайта қатты келіп соқтықпағаныңызға шүкір, мейленді, басымыз аман болса болды" деді де қойды. "Я айналайын, абайлап-ақ келе жатыр едім" деп міңгірледім. Жолдан бұрылып жақын жерде жөндеу шеберханасына келіп, жөндеуші шеберге көрсеттік. Машинаны айнала қарап шыққан ол есептеп: "Тез арада жаса десеңіздер, бағасы мынадай" деп шешімін айтты. Менде үн жоқ. Жанымдағы жігітке қарадым. Ол маған бір қарап алды да: "Жоқ, соншалықты асығыс емеспіз. Асықпай жасасаңыз әрі сапалы да болар" деген соң, шебер бағасын азайтып айтып, әкелетін керек бөлшектерін тізіп жазып берді. Содан соң телефонымды жазып алып, көлікті сонда қалдырдық та сыртқа шықтық. "Жарайды аға, көп уайымдамаңыз, бұндай жағдай өз басымда да болған. Біздің де аспаннан салбырап түскен ештемеміз жоқ. Енді ғана өз-өзімізге келе жатырмыз. Темір жөнделер, бастысы бас аман болсын. Хабарласып тұрамыз ғой" деп қос қолын беріп қоштасып, келесі таксиге мініп кетті. Содан бері 2-3 күн өтсе де, өз-өзіме әлі келе алмай жүрген кезім еді. Жауын қайта сіркірей бастады. Жалғыз мен емес, аялдамада тұрған біраз адамдар қолымызды көтергенге тоқтаған көліктерге таласа мініп кетіп жатты. Көп көліктер жанымыздан золдап өтіп жатыр. Әйтеуір бітпейтін тірліктермен бір жаққа асығыс адамдар. Күйкі тіршіліктің тірліктері пендені үйде отырғыза ма? Арасында тоқтаған көлікке отыруға таласып, ұрысып қалып жатқандар да бар. Әсіресе араларында әрі толықша келген жас келіншектің дауысы ерекше шығып, жұрттың бәрін тыйып жиып болар емес. Әрі оның жанындағы 2 баласы мен қолындағы үлкен 2 Қытайдың алабажақ сөмкесінде салынған заттары өз алдына бөлек жүк екені көрініп тұр. Онысын көрген көлгелерінің бірі қашқақтай бастаса, енді бірі қосымша ақы сұрап жатты. Оның айтқаны бұлқан-талқан болған әлгі келіншек бар жаттаған заңдылығы мен білетін орысша, қазақша боқтауын бастай жөнелді. Мен не болғанда осы келіншектен кейін мінейін деп шетте отырдым. Аспан торланып, алыстан күн күркіреп, бір-бірін қуалап, қоюлана түскен қара бұлттар аспанда жылдамдатып жөңкіле бастады. Аса асығыс жұмыстарым болмаса да, қалаға жетіп алып, ұлымның үйіне қонып, таңертең жұмысқа сол жақтан баруды ойлаған менде мазасыздана бастадым. Жауын егер қатты нөсерлетіп кетсе, оңайға соқпасын жобалап тұрмын. Дегенмен де аяғым аса тартпай жұртпен жағаласпайын деп тұрмын. Үйге қайта баруға қызымнан да ыңғайсызданып тұрғаным жасырын емес. Өйткені дәрігер болып жұмыс жасайтын қызымның кешке үйге құрбылары қонаққа келетін еді. Аята іш бөлмесін ғана бітіріп, әрең кірген үйімізден осындай қонақ келгенде қысыламыз. Енді оған да үйрендік. Сәтін салса келесі жылы тағы 2 бөлме қосып алсақ, әжептеуір үй болатыны белгілі. Сонда да ол алдағы күндердің шаруасы болған соң, осы жағдайымызға да шүкірлік қылып жүрміз. Келетін достары жастар ғой, емін-еркін отырсын деп жолға шыққан бетім еді.
Әйтпесе, жауын басталған соңда шығсам болар еді ғой. Әрі, адам үлкейген соң бала шағаның да бетіне шалтақтайды екенсің. Ойымды жылдамдығын азайтып келіп, жол шетіне тоқтаған көлікке жапа тармағай ұмтылғандар бозды. Тоқтап, есігінің терезесін ашқан қыз, әлденен десе де жұрт өздері баратын жерлерін айтып шуласып жатты. Бір-бірін түсініспей шолдасқан жандарға қарап, қызықтағандай болып тұрып қалсам керек. Жанымдағы жігіт, аға, сізге айтып жатыр, шақырып жатыр, бармайсыз ба дегенін түк түсінбедім. Не болды, не дейсің деп қайта сұрағанымда әлгі жігіт, аға, ана тоқтаған көліктегілер сізді таниды-ау деймін, шақырып жатыр ғой, барыңыз тездетіп. Егер аға тағы орын болса, мені де ала кетіңіздерші деген соң ғана түсініп қолыма сөмкемді алып, жас балаша тұра жүгірдім. Жандарына жүгіре жетіп қарасам, әлгі машинаның терезесінен басын шығарып, мені шақырды деген қызды түк танымадым. Саламатсыз ба, қатынасым? Мені мүмкін болса Алтын Ордаға дейін деп едім. Аға, отырыңыз. Сізге бола тоқтадық қой, тез болыңыз деп асықтырды. Артқы жағындағы орындар бос екенін көрген жұрттар шолдасып, таласа сұранып жатыр. Жүргізушінің орнында отырған келесі келіншек, аға, саламатсыз ба? Жалғызсыз ба? Жаныңыз адам болса шақырыңыз, ала кетейік деді. Мен кібіртіктеп артыма қарап, әлгі жанымда тұрған жігітке қол бұлғадым. Ол да елеңдеп тұр екен, жалма-жан келіп, қыздар, көп рахмет. Мүмкін болса, жүксалғышыңызды ашып жібересіз бе? Жол сөмкемді қояйын деп едім деген соң. Жарайды, қойыңыз, ағаңыздың да заттарын сонда қоя салыңыз. Емін еркін отырасыздар деп күлген қарындастарға риза болып қалдым. Машинаға мініп жатқан бізбен жағаласқан әлгі алабажақ сөмкелерін көтерген толық келіншектерде бар даусымен жағдайын айтып жатыр. Оның сөмкелерінен бұрын толық денесіне қарап-ақ сыйыспайтынымыз белгіледі. Ай бетпеңіз. Мына кісілер танысымыз болған соң тоқтадық. Көлігіміз онсыз да кішкентай. Әрі ауыр жүгіміз бар деп қыздар айтқан соң жылжи бастағанымызда әлгі толық келіншектің бұрқылдап сөйлеген сөздерінің жартысын естіп, жартысын естімедік. Дап ашлаты деп қайра сөйлеген құрбысына қарап рөлдегі келіншек. Майра, олай демесеңші, онсыз да мына жауында көлік тоқтамай жүйкелері шашап тұрған адамдар ғой деп күлді. Тегіс жолмен жеткіп келеміз. Жайланып, көңіл орныға бастаған соң, манауырап ұйқымда келе бастады. Жанындағы айнадан бізге күліп қарап қойып келе жатқан келіншекті көзіне әдемі қара көзілдірік киіп алған соң, тіпті де танымадым. Негізі мені танып тоқтаған соң сол екенін сезіп келе жатырмын. Болмаса, жанында отырып жартылай орысша сөйлеп келе жатқан құрбысын тіпті көрген білетін адамым емес екенін біліп келем. Жанымдағы жігіт пысық екен, үнсіздікті сол бұзды. Ой, қыздар, сіздерге көп рахмет. Егер сендер ағаларны танып тоқтамағанда бұл кісі екеуміз әлі де біраз тұратын едік. Ағаларың әлгі толық келіншектен кейін болмаса, әзір машина тоқтатып, мінейін деп тұрған жоқ еді деп күлді. Оның рас, сол келіншек мініп кетсін деп тұрғанмын деп, мен де күлдім. Ал, мен ағамен бірге ұмытылғанына қарап, оны жеңгеміз бе деп ойлап қалдым деген Майраның сөзіне бәрі дөу күлді. Менің аузымнан Құдай сақтасын деген сөзім еріксіз шығып кеткеніне олар тіпті рахаттанып күліп алды. Тимур аға, мені танымай келе жатырсыз ба деп, айнаға қарап күлген рөлдегі келіншекке мен де көз сала қарап, ел жақтың қыз екеніңді жобалап келе жатырмын айналайын. Бірақ, шынымды айтсам танымадым дедім кібіртіктеп. Ал былайшаға деп, ол көзілдірігін шешіп, айнадан тағы қарап күлді. Ой-бой, қарағым, мұна кішкене айнадан не көре қоямын? Сұраса келе, есіме түсіретін шығармын деп, ыңғайсыздандым. Аға, арада 30 жылға жуық уақыт өтті ғой. Әрине, тануыңыз мүмкін емес. Ал мен сізді танығаным, сізді өткенде, Қазалыға үлкен асқа барғанымда сыртыңыздан көргем. Әдейі Алматыдан шақыртумен келген екенсіз. Онда да жұрт сыбырласып сіздің атыңызды айтып жатқан соң ғана таныдым. Өзгеріп кеткенсіз. Баяғы Серік ағамен бірге ансамбльде
өлең айтатын кезінде ағаға қыздардың бәріміз ғашық едік. Бірақ жалпы түріңіз өзгермеген, тек баяғы иыққа төгіліп тізіп тұрған шаш жоқ. Әрі мынадай аздап шағып тұрған қарныңыз болмаса деп мәз болып күлген келіншектің дауысы көлік ішін көңілдендіріп жіберді. Иә, мен де байқадым, деді жанындағы құрбысы. Ағаңыздың әлі киім-киісінің өзі өнер адамы екенін айтып тұр ғой деп, қоштаған сөзінен бір жағынан ыңғайсыз сезінсем де мәз болып қалдым. Иә, сырлы аяқтың сыры кетсе де, сыны кетпеді дейді емес пе? Өз уақытында сері болған ағаларымыздың бірі ғой. Иә, аға, сол асты күшті басқардыңыз. Басқа жерде тек Құран оқып, тамақ жеумен тарайтын болсақ, сол жыл ұлағатты әңгіме, әдемі, ән күймен өнектелген ғибратты игі шара болды. Шынын айтсақ, осы алматыда олай өткен асты көрмеппін. Өте риза болып қайттық. Мен негізі ол кісілерге келін болып келем. Жолдасым марқұмның әруағын сыйлап, балаларды алып барғанмын. Сондықтан да жаныңызға барып амандасып сөйлесе алмадым деп, сәл мұңайған келіншекті әлі де танымай отырғаныма тіпті ыңғайсыздандым. Айнадан тағы да күліп қараған оның көздеріне тура қарай алмай көмілжідім де, әңгімені басқа жаққа бұрдым. Иә, Серік ағаң да қайтыс болды. Марқұм жақсы жігіт еді, деп жүзімді жанымыздан зулап қалып жатқан қалың ағаштарға бұрдым. Иә, аға. Естігенде мен де жыладым. Аяқ асты кетіп қалыпты. Менің ағаммен жақсы араласатын еді ғой, марқұм, деп мұңая сөйлеген оған. Не болғанда Бозкөлдің қызы болдың ау деп едім. Ол күліп, қайран біздің Бозкөлдің жиделері деп менің өлеңімді оқи жөнелді. Мен өзімнің жазған өлеңімді өзім аузымды ашып тыңдап, әдемі даусымен аяқтап шыққанынша дем алмай отырдым. Тіпті қуанғаннан жүрегім дірілдеп, көзім жасаурап кетті. Ой, айналайын жаса, мынадай оқулардан кейін ағаңның өліп кетсе де арманы жоқ қой деп, орнымнан тіктеліп отырдым. Жоға, Тимур аға, олай демеңіз. Сіз жаза беріңіз, ал біздер оқып жүре берейік. Аман болыңыз деп айтқанында төбем көкке сәл жетпей қалды. Есіме түсірдім. Фейсбукте өлең жазатын ағам бар деп жүретін едің ғой. Ой, қандай керемет. Өлеңдеріңізді бізге оқып беретін еді. Күшті жазылған өлеңдер. Мен де көргенме қуаныштымын деп, Майра да қоштап жатыр. Кеше ғана Ұзынағашта дос қыздың үйінде тойда болғанбыз. Сол үйде де өлеңдеріңізді оқыған еді. Ал бүгін сізді кездестірдік. Қандай совпадение деп, керемет аға деп сампылдап жатыр. Ағаларыңыздың өнері көп екен ғой деп, жанымдағы жігітте қолымды алып, мен де өлең оқығанды жақсы көруші едім. Кітабыңыз бар ма аға? Мүмкін сыйларсыз деп күлді. Жоқ, әзірше шығара алмай жүрмін деп күмілжідім мен де. Иә аға, шығару керек. Әсіресе сіздің қыздарға арнап жазғандарыңыз керемет қой. Бір ғана Зәуреге арнап жазғаныңыз неге тұрады? Оның арманы жоқ шығар деп күлген әдемі келіншекті әлі ойыма түсіре алмай әлекпін. Әңгімеміз жарасып, Алтын Орда базарына да жеттік. Аға, барар жеріңізге жеткізіп салайын, айта беріңіз дегеніне рахметімді айтып түсер кезімде. Пәлендей қартайып тұрмасам да айналайын, сені ойыма түсіре алмадым. Алайда берекелі Бозкөлдің қыз екеніңді біліп тұрмын. Тым болмаса, атыңды айтшы деп күлдім. Ой, аға, танымағаныңызға еш ренішім жоқ. Одан бері қаншама уақыт өтті ғой. Мен де баяғы мектепте оқитын сары қыз емеспін деп күліп. Бірақ та, не болғанда айыбыңызға бізді, Майра екеумізді, кафеге шақыратын болдыңыз, деді қолына күліп. Жүксалғыштан жүгімізді алып жатқанымызда машинадан түсіп, жанымызға келіп, сау болыңыз, хабарласып тұрыңыз аға деп, аты жөні жазылған тілдей әдемі қағаздың ұсынды. Иә, рахмет айналайын, міндетті түрде хабарласамын деп, құшақтап бетінен сүйдім. Олар ұзап кеткен соң ғана қолымдағы жылтырақ қағаздан атқаратын қызметі мен телефоны жазылған. Кейін Сарқұлова Сымбат дегенді оқығанда ұзап кеткен олардың артынан ере жүгіруге сәл қалдым. Иә, мен көрген Сымбат сары емес, әдеміше келген, қара көздері тұнық,
ойлы, аққұба тіпті апа қыз болатын. Досым Серікке еріп үйлеріне барғанымда алғаш көргенмін. Ауылдың көбейлері сияқты шатырлы үй жайлары бар екен. Есік алдында сәкіде отырған анасымен амандасып болып, Сұлтанды сұрап едік. Я, қарақтарым, ол негізі үйде ғой, бірақ жаңа ғана бір шаруамен жұмсап едім. Кетіп бара жатып сендерді айтып, келсе үйде бола берсін, мен тез келемін деп, атына мініп кетті. Келіп те қалар. Серік-ау, сен өзіміздің бала емессің бе? Үйге кіре берсеңдерші деп, анасы қалбақтап қалды. Серікжан, өзің білесің, ненің көптен аяғым ауырады. Түнімен ұйықтамаймын. Осы отырғанда да аяқтарым сырқырап әрең отырмын. Соған аптекадан жағатын жақпама әкеліп беремін деп кеткен. Келіп те қалады қазір деп, анасы мазасызданып кетті. Өздерің қалайсыңдар? Серік, әкең қуатты ма? Шырағым, сенің әкеңе де оңай емес, жарының артында қалып, 4 қызын күйеуге берді. Еркек басымен бар жасауларымен кәде кәуметінде жасады. Елдің айтуынша, жасаған жасауының кәдесінің еш кемдігі болмады деп, жұрт мақтады. Осы тірлігіне мен де риза болдым, деді Сұлтанның анасы аздап тебіреніп. Ал мына жадындағы жігітті танымадым, деп анасы маған қарап, көзін қолмен көлегейледі. Серіктен бұрын мен жұлып алғандай, сәлем бердік апасы. Мен осы ауылдағы Балдырғанов Шеңіздің келіншегі Зейнегүлдің інісі боламын. Апа дегенім сол еді. Анасы жағаласып, шырағым, онда алыс бала емес екенсің. Жеңіс кеңес алмастар менің інілерім ғой деп, балаша елпілдеп, өткенде маған келіп, сәлемдесіп кеткен. Зейнегүлге Құдай береді, ол соған лайықты жан. Қашан көрсеңде күліп амандасады. Өткенде келгенде айтқан, өркендеудегі ағамның баласы ауылға жұмысқа келді деп. Дұрыс қарғам. Жұмысқа келсең оң болсын деді. Ананы мынаны айтып, бастарыңды қатырып жібердім бе? Иә, мен сондаймын. Қартайдық қой. Әрі күн ұзаққа ауладан шықпай, Құтжолдан басқа ешкім жоқ. Сергетінім де рас. Ол еттерде Сұлтан атқа мінсе ізінен еріп кетеді. Сымбатжан мектептен келгенше кейде қорқып отырамын. Жоға, өледі екенмін деп қорқпаймын. Тек мына екеуін аяқтандырып, қара орман мен қазан ошақты ие болатын келінге тапсырсам екен деймін. Көзім тайса қор болып қалмасам екен деп қызымды да уайымдаймын. Қалаған жеріне кеуге берсем деп ойлаймын. Ай, шырағым-ай, өмірде пенденің арманы таусылған ба? Әрдеменің басын шатып бұтып отырғаным ғой сол. Ойбой, үйге кіріңдер дем алып, өзім сандырақтап жібермей, босағада ұстап тұр екен мынау деп, апа бізге жол берді. Үйге кірдік, сыртынан қарағанда, шешінетіндей түгі жоқ болса да, ішіне кіргенімізде, жан-жағымызға қарап көзіміз жайнап қоя берді. Тенақты жиналған бөлменің ішінде басы артық ештеме жоқ. Әр зат өз орындарын таңдап алғандай орналасқан. Үйдің ішінен әдемі иіс сезіліп тұрды. Сәлден соң мектеп оқушысының формасын киген, соңғақ бойлы, талдырмаш, аққұба қыз бала үйге кірді. Есік алдында қалдырған аяқ киімімізден үйде бөтен біреулер бар екенін біліп кірген-ау. Бізді көріп, бас изеп амандасқаны болмаса, бізге аса көңіл аудармай, келесі бөлмеге кіріп. Апа, анашым, сен ауырып қалдыма деп жүрегім ұшты ғой деп, жыламсырап анасын құшақтап жатты. Болды, немене? Адам келмейтін үйме еді, сонша жылап. Бар, одан да киіміңді ауыстырып шай қой. Үйге қонақ келіп отыр. Ұят екенін білесің бе деп, анасы қызын сабырлыққа шақырса да, артынан қайдадан айналып толғанып жатты. Сәлеметсіздер ме деп қайра келіп, бізбен амандасқан қызға Серік еркелетіп, айналайын Сымбатжан. Тіпті біз не істерімізді білмей қалдық қой. Уайымдай берме, апай әлі тым. Денесте ширақ қой, жақсы болып кетеді. Үлкен кісінің біресе ана жері, біресе мына жері ауырып, қыңқыл-сыңқылы бола береді деп, көздері жасаураған қызды жұбатты. Мына жігіт Зейнегүл жеңгеңнің інісі, аты Тимур. Негізі өркендеуден саған құда бала болады. Бізге ауылға жұмысқа келгенне көп бола қоймады деп. Мені Сымбатқа таныстырғанда сәл болса да өзімше жөнделіп, басым десеп,
сыпайы отыруға тырыстым. Танысқаныма қуаныштымын, құдаша. Иә, мені Тимур аға деп айта берсеңіз болады дедім де. Қоныстарың жайлы болсын, ішінде той болсын дегенімде, сөзімнің соңғы шақтарын бөлмеге келе жатып естіген анасы: ой, рахмет қарағым, тілегің қабыл болсын деп қалбалақтап қалды да, есіктен сәл бұрылыста оқша отырған сандықты ашып, ішінен шайға керек жарақтарын шығара бастады. Сымбат үйдің ішінде арлы-берлі жүріп, шайдың қаммен өткен сайын бізге көздің астымен қарап қояды. Алғашқыда, шынымды айтайын, пәлендей мән бермедім. Ауылдың көп қыздарының бірі, әрі әлі мектепте оқитын қыз болған соң ба білмедім. Иә, жақсы қыз екен дедім де қойдым. Одан көрі, өзімнің жүретін қызым 10 есе артық көрінді. Өйткені ол жақында Алматыдан келген көзі ашық қыз, техникумда оқып жүр, талғаммен киінеді. Опа-далапты керемет жарасымды пайдаланады. Аяқ-асты ауырып қалғанына байланысты Алматыдағы арнайы орта оқу орнынан академиялық демалыс алып келген, ауылда уақытша болады. Алла қаласа келесі жылы оқуын жалғастырады. Әрі әкесі ауылдағы аурухананың бас дәрігері. Ал анасы акушерка болып істейді. Былай айтқанда, осы ауылдың бар босанамын деген ниеттенген әйелдердің бәрінің Құдайдан кейінгі қорқатыны менің болашақ енем. Міне осындай авторитет қызым бар. Ал енді қайдағы мектеп оқушысын көріп, ғашық болып қалдым дегенім өтірік болар. Әрі жұмыстан соң мәдениет үйіне барып, вокалды аспапты ансамбльде өнер көрсетем. Қазақша өнерді, әндерді жылатып, таппыр, өз басыңнан өтіп жатқан жайлы жырлап айтқандай орындағанды жақсы көрем. Мысалы, біздің кездің хит әндерінің бірі «Не жаздым жадым саған» деген әні болды ғой. Осанды айта білсең, жүрекке шетеді ғой шіркін. Мақтанған соң бәрін айтайын, орысша әндерді де еш акцентсіз сылқитып жіберетінмін. Менің де осындай тегін тауықтың жұмыртқасынан шықпаған жігіт бола тұра, жай бір жұпыны отбасыда жүдеу күн кешіп жүрген қызды көріп, құлап қалдым десем, ол кесе өтірікке жақын, қиыспайтын сөз екені белгіледі. Сонымен басымды қақшитып, иығыма түскен шашымды сипалап қойып отыра бердім. Әрі жеңіс жездем ауылдағы сыйлы басшы адамдардың бірі. Атын ұялмай айтуға болатын азамат. Құдамыз, яғни жездемнің әкесі балдырған құданың. Атын айтсаң, ауылдың кез келген адамы қолыңды алып амандасады. Нағашым болып келетін ауыл совет дәстен көкемді сөздің басында айтқаным дұрыс еді. Жауырынымды жерге тигізбейтін қорғаным ғой, нағашыларым. Алайда қаншама менің анау-мынау дегенмен қара басыңа қашанда жалғызсың ғой. Тек әңгіме шындыққа жақын болғаны дұрыс деп жатқаным ғой. Осылай ойға шомып отырғанымда Сымбаттың бізді шайға шақырған хабарды келді. Сәлден соң Сұлтан доста есіктен көрінді. Қауышып қауқылдасып жақсы болып қалдық. Бойшаң, денелі келген достың Құран кітаптан қойған аты тілді бұрайды екен. Ондықтан да атының қазақша аудармасымен қысқаша Сұлтан дей берейік. Кейін көргенімдей, аулада өзіне лайықтап жасап алған спорт жабдықтары да бар екен. Шапқан жылқыны қуып жетіп, жалынан тартып, тоқтатып, мақшынған жігіт Сұлтан өзі жастайынан қара күштің иесі болуға бейімделген жігіт еді. Бұлтақтанып тұрған бұлшық еттерінен қара жұмыс десе қайтпайтыны білініп тұр. Ет жүгіріп құс салумен де айналысады екен. Тек анасы мен қарындасының жағдайына қараймын деп, ауылдан ұзап кете алмай жүргенін өзі де жасырмай айтып берді. Енді олай болса үйленбейсің бе, Сұлтан дегенімде, иә, үйлену керек, дұрыс айтасың. Алайда кіммен сөйлесерсің? Ауылда тіптен бәріміз бір-бірімізге туысқанбыз. Қыздардың көбісі қарындастарымыз, біреуінің ағасымен жолдаспыз, енді бірінің әкесімен жұмыстаспыз. Жандарына жақындайын десең ұяласың. Сыртқа шығуға уақыт керек. Сонымен әзірше бойдақ жүрмін деп күлді Сұлтан. Сосын менің есімде қалғаны, бұл үйде басқалар сияқты кішкене жер үстелде емес, кәдімгі қаладағыдай стол-стульяда отырып шай ішеді екен. Оның басты себебі Сұлтанның анасының аяғының ауырғаны, дұрыс бүгілмейтін екен. Қырғауылдың етін қорып, бастырып жатқан, жасаған палауын сүйсініп жеп,
Шайға бейліне шөл басқан біз Сұлтанмен біраз әңгімелесіп, енді манаурап түскі ұйқыға тартыла бастадық. Қызылорда жерінің табиғат ерекшелігін білетін адамдар айта жатыр. Түстің кезінде күн аптабы қайтамын дегенше 1-2 сағат міндетті түрде ұйықтайсың. Далада шелекте тұрған суды қайнататын 40 градус ыстықта осылай күнелтпесең қиындау. Көзім ілініп кеткен екен, сыртқа дәретке шыққым келіп ояндым. Серік пен Сұлтан крест болып қорылдап пысылдап жатыр. Терезені қара көлеңкелеп қойған соң жүрер жолды шығатын есікті сипалап жүріп әзер тауып сыртқа шықтым. Есік алдында көлеңкеде тілі салақтап, арсылдап, деп ала алмай жатқан, арқасында қара теңбілдері бар аяқтары сыриған екі құмай тазы ит үйден шыққан соң маған үрмеді. Егер шарбаққа абайсыз сырттан кіріп кетсең, мына екі тұқымы бөлек тазылардан құтылудың қиындау болады. Шаруамды бітіріп, қолымды шайып, жарық даладан қараңғы үйге кірген соң, көзіме тағы да ешнәрсе көрінбей қалды. Тек сипалақтап келем. Бір нәрсеге сүрініп қабынып, ананы-мынаны сипалақтап түрткілеп келе жатқанымда Сымбаттың «Сұлтан аға, сізсіз бе?» деген дауыс естілді. Мұрнымның астынан мен ғой деп міңгірлеген даусымды өзге түгілі өзім әрең естідім. Алдымдағы әрең тапқан есігімді өзіме тартып ашып, өте бергенімде, арғы жағынан бері шыға берген Сымбат екеуміз бір есікке кептелдікте қалдық. Өзі қуықтай тар есікке екі жағынан екеуміз кірген соң не болсын? Тұла бойы толысып, денесінің әр жері жұмырланып, пісіп қалған кеудесі біліне бастаған бойжеткенмен тар есікте жартылай жабысып қалғандай болды. Жалмажан өтем деп қарманғанымда қарсымдағы қыздың кеудесіне қос қолымды тіреп алыппын. Тығыншықтай тып-тығыз кеудесі енді шырын жинап келе жатқан жемістей әсер етті де, бетімен отым шығып, өзім «Түй, маған не болған?» деген даусым жадыласа шықса керек. «Ой, аға, сізге не болды?» деп жанұшыра бері ұмтылған қызға ұялғаннан тезірек өтіп кету үшін ары қарай ұмтылған мен бір-бірімізді жабыстыра майыстыра сығылысып, әрең өтіп ажырадық. Бір-бірімізді демімізбен шарпып, денемізбен өртей жаздағанымыздан бұрын ұяттан өліп бара жатырмын. Маңдайымнан суық терім бұрқ етіп шығып, жонарқамның бәрі жыбырлаған бойы жататын орнымды әрең тауып жаттым. Иә, солай болды. Әдейі істегендей болып шықтым. Сәлден соң ұйықтап жатқан Серікті ұятпастан үйден сыдырсыз шығып, клубқа қарай тура тарттым. Үйден шыққанымда жаныма жақындап келген таз иттің бірі оңбаған, ойыңда біраз нәрсе бар екен ғой, енді жолама бұл үйге деп тұрғандай болды. Амалдап айналып өтіп өф дедім. Не бүлдіргенімді кездескен адамдардың бәрі білетіндей сезіліп, ешкімнің бетіне қарамауға тырыстым. Клубқа келіп, Серіктің бөлмесі жабық болған соң, ұзын коридорда арлы-берлі жүрдім де қойдым. Қарада ұяттан өліп бара жатырмын. Біраздан соң Серік келіп бөлмесінің есігін ашқан соңда өзіме өзім келе алмай жүрдім. Ол болса, сен неге тұрып кетіп қалдың? Шайдың үстінде апай қайта-қайта сені сұрай берді. Сұлтан, қарындасына әлде сен бірдеңе дедің бе деп ұрысты дегенінде жерге одан сайын кіріп кете жаздадым. Бірақ Серікке ештеме айтпадым. Тіпті сол ауылдан жұмыстан шығып бір жола кетіп қалды да ойластырдым. Біздер сондай аршыл, өлімнен ұят күшті деп түсінетін жастар едік қой. Соншама күйіп жанып, бүлінген ештеме болмаса да жігерсіз болдық бәлде. Бір қызығы көп нәрсенің мәнісінде білмейтін едік-ау. Қыздар емшегінен ұстама, екі қабат болып қаламын десе ұстамай, қыздан бетер біз қорқатын едік. Сөйтсек, ұстағанын екі қабат болмайды екен ғой. Содан не керек ансамбльде өлең айтып, бейкешін қоятында күн келді. Кешке жоғарғы сыныптың оқушыларын жетекші апайының бақылауымен қатыстыратын еді. Сымбат келсе бетіне қалай қараймын деп қара уайым болды. Сахнада ән айтып тұрып сыртқы есіктен көз алмай кірген қыздарды бақылап тұрмын. Сымбат жоқ. Уайымым одан сайын өршіп, ренжіп келмей жүрген шығар. Енді не істеймін дегенге ауыстым. Әлде ертең барып кешірім сұрасам бекен. Бірақ қалай, кіммен, не деп барам?
Басым қатқаны сонша айтып тұрған әнімнің сөзін шатастырдым. Серік болса маған қарап, саған не болды дегендей басын шайқап қояды. Божырап бүлдіре бергенімді билеп жүргендер байқап та жатқан жоқ. Бір уақытта қалай болғанын қайдам артымызда қабырғада ілулі тұрған үлкен сурет салынған картина жерге құлап, оған жонарқамды беріп, өлең айтып тұрған мені басып қалды. Ішегін тартып ұшы болған жұрт менің аман есен екенімді көріп, барып, билерін жалғастырып кетті. Мен болсам әйтеуір «Вот новый поворот и мотор ревет» деген әнді айтып әрең бітірдім. Соны пайдаланып, бас гитарада ойнайтын Болатқа «Сен өлең айтшы, менің базам болмай тұр» деп жалындым. Соқпалы аспаптарға ауысып шайбарақат ойнап отырдым. Бір кездерде кешке құрбысымен бірге кіріп келе жатқан Сымбатты көріп, орнынан тұрып, қашып кете жаздадым. О, тоба! Кешегі үйінде мен көрген оқушы қызбен мына залға кіріп келген, қыпша белім буып, қынама көйлек киген, шашын төбесіне түйген әдемі бойжеткенді тіпті салыстыруға келмейтін еді. Көзімнің қиығымен ұрлана қарап қойып, барабаннан бар өшімді алып, соққылап отырмын. Залды жағалап жандарымызға жақындап келген олар бізбен күліп, амандасып баз изесті. Қабағым түйіліп, күлімсіреудің ауылына алыс отырған мені көрген Сымбат: «Тимур аға, саламатсыз ба? Қалайсыз?» деп, басын изеп, күліп қарағанында, Бозкөлдің баршамы сөніп қайта жанғандай болып жарқ ете қалды. «Шын ба, өтірік пе? Шынымен ренжімегені ме?» деп миымдағы шариктер шырайын алып, жүрегімнің қосымша клапандары қосылып кеткендей болды. Сәлден соң Болат, мен айтатын екі өлеңімді тауыстым, ағажан. Енді өзің амалдаш деген соң, басымды қақшитып микрофонға қайта шықтым. Шығып, құйқылжыта әнімізді шырқап кеттік. Одан кейінгі би кештері дискотекаларда билеп жүрген жұрттың арасынан көзіммен Сымбатты іздейтін болдым. Көрінбесе кәдімгідей уайымдап, көрсем көңілім көтеріліп, кеудемде бір нәзік сәуле сезім ұялайтын. Кейін тіпті жандарына барып бірге билейтін де болдым. Бірақ оған ішімдегі алабұртқан сезімімді білдіре алмадым. Ол тұрғанда сол сезімнің жақсы көруге ұласатынын, бірақ оны жеткізіп айтуға жігерім жетпей, менің махаббатым мылқау күйге кешетінін қайдан білейін. Өзіңнен 4-5 жас кіші, әрі әлі мектеп бітірмеген қызға ғашық болып, сезіміңді сыртқа шығарып білдіру деген ол кезде Александр Матрасовтың ерлігін қайталап, пулеметтің амбразурасын кеудеңмен жабумен бірдей бағаланатын еді ғой. Онда ерлік жасайтын жігер шама жоқ. Тек маздап жанған отқа өртеніп, мылқау күйге шығуға оңай еді. Келесі би кештерінде немесе арасында кездесіп қалғанда Сымбат екеуміз амандасып, жөн сұрасамыз. «Қалайсыз аға? Біздің үй жаққа келмейтін болдыңыз ғой» дегендеріне денем дірете қалса да, сол бір сәтті көп ойлап жаным рахат табатындай күй кешетін болдым. Сосын есімде қалғаны олардың мектеп бітіру кешінде Сымбатқа арнап сұлу бойжеткен әнін айтып бергенім. Жақсы көретінімді білдіргенімнің басы да соңы да сол болды. Жанымда тұрған Сұлтан рахметін айтып, ал Сымбат болса көздері оттай жанып, алыстан ризашылығын воздушный поцелуй арқылы жіберіп жатты. Жанымда жүрген ақ көңілді адал достың қарындасына көз салып, жақсы көру деген мен үшін ардан аттағанмен бірде күнә сияқты сезіліп, айтуға амалым болмай жүрді. Дос қызымда екеуміздің арамызда алшақтық байқала бастағанын, менің оған салқын қабақ танытып жүргенімді сезіп жүрді. Артық сөзге де келіп қалатын болдық. Бірақ бұл жайттар жөнінде жанымдағы Серікке түк айтқан емеспін. Мүмкін досым айтып ақылдасқанымда бәрі басқаша болар еді. Бірақ қазақта бүйіріс болмаған шығар дейді ғой. Мүмкін солайда болған шығар. Көп замай жұмысымнан шығып, өзімнің ауылыма басқа жұмысқа ауыстым. Өмір өз деген жасатты. Үйленіп бала шағалы болдық. Өмірге балалар келіп, қызық қуанышына бөледі. Атқарған еңбегім еленіп, ауданға мәдениет саласына басшылық қызметке ауыстым. Аудан көлемінде үлкен жұмыстар атқара жүріп, талай игі жақсының жанына еріп, қолына су құйдық. Қайта құру заманның таршылдығында мәдениет саласына алыстап, бала шағаны асырап бағудың жолын іздеп, жеке тірлікке шығып кеттім.
Көшіп жатқандардың көшіне еріп, Алматыға көшіп келдік. Әлі күнге дейін елде жүрген күндерді аңсаймын, сағынамын. Елге барғанымда Амантай атты шамалы басының ауыратын науқасы бар. Көшеде жүретін жігіттің алдына жүгіре шығып: «Аға, қашан концерт қоясың? Мен балаларды тыныштандырып жүрер едім» дегенде, мен мәз болып: «Мені қазалының жындысына дейін таниды» деп кеудемді қимастық билейтін. Тіріңде іздеушің болмаса, өлгеніңде жоқтаусыз қаласың дейді ғой қазақ. Ана шетмен мына шетіне дейін Алматыны жаяу араласаң да, ассалаумағалейкумсіз қайтар кезің болады. Әрине, балалар деп солардың болашағы үшін деп келдік қой. Алайда туған ауыл мен елдің іші ерекше ғой шіркін. Арасында ауылға, бауырларға барып, ағайынмен араласып жақсы қыдырып та қайтамыз. Иә, бірді айтып жатып екіншіге кетіп қалдым ғой. Сымбатты осыншама жылдан кейін Алматыда көргенімнен соң жақсы көңіл күйде жүрдім. Жақында қолым қалт етсе, Майра екеуін бір дамханаға шайға шақырамын ба деп жүрмін. Арғы жағын қалай жалғасады деп ойланған емеспін. Өйткені оның былайғы өмірінен тіпті бейхабармын. Тек сонау бір кездегі менің мұлқа махаббатым айналған жанды көргенде жүрегім бүлкілдеп кеткенін енді жұртқа да жасырмай айталам. Ойымда еш арамдық, еш жамандық жоқ. Енді армансыз күліп отырып, өткенді еске алып, ой електен өткізсек, қызық та болар еді. Арғы жағын жүрегім не деп соғады, соның ғана айтқан жасарым. Иә, кейде өткенді ойлап, еске алғанда жақсы әрі қызық. Алайда кейде осындай еске алулар ескі жараның аузын тырнап, әттеген айларды ойға түсіргені тағы қиындау. Қаншама бөлінген ештеме жоқ қой, мүмкін солай болуды жазған шығар дегенмен де. Сәл жүрегіңді ауыртып, әлде қалай болуы мүмкін жағдайларды ойласаң, көңіл шіркіннің құлазып кететіні бар. Сонымен бір сәті келген күні Сымбатқа хабарластым. 3-4 рет қатарынан қайра соққан қоңырауыма жауап бермей, телефон тұтқасын көпке дейін көтере қоймаған соң, тағы уайымдадым. Жасыратыным жоқ, мүмкін жанында басқа біреу болған соң, бата алмадым екен деп ойладым. Олай болса, маған ескертіп айтуы керек еді ғой. Жоқ жерден мен үшін біреуден сөз естіп қалмадым екен. Алдын ала біліп, алмай хабарласып нем бар еді деп, ойым сан саққа кетті. Тағы ойладым, әңгіме арасында күйеуінің марқұм болғанын айтты емес пе? Яғни, қазіргі кезде басы бос болғаны ғой. Егер олай болмаса, ескертіп айтар еді. Ал жарайды, біреуі бар екен дейік. Сонда неменеге мен одан жасырынуым керек? Ол кім еді соншама? Асып кеткенде мен сияқты біреу шығар. Соншама одан ыңғайсызданып, телефонын көтермейтіндей. Сымбат, былай қарасам жігерсіз емес сияқты. Тұтқаны көтеріп мәселенің мән-жайын айтуға жігері жететін шығар деп, біраз бұрқылдадым. Сәл уақыт өткен соң телефоным шырылдап, Сымбаттан қоңырау түсті. Қуанар, қуанбасымды білмей өкпелеген балаға ұқсап, көңілсіздеу жауап бердім. Алло, бұл кім екен? Айбетпеңіз, мен шұғыл жиналыста отыр едім. Телефонымды дыбысы жағдайға тұр еді. Айбетпеңіз деп, Сымбаттың сыңғырлаған дауысын естігенімде, қайтадан майда еріп қоя бердім. Сымбатжан, мен Тимур ағаңмын ғой дегенім сол еді. Ой, аға, неге хабарласпай кеттіңіз? Мені сіз ұмытып кеттіңіз-ау деп едім. Жоға, ұмытпадым. Тек тірліктермен қолым босамай кетті. Айыпқа бұйырмай айналайын. Қалың қалай енді деп, сұрап болып көңілім орнығайын деді. Жақсымыз аға. Үймен жұмыстың арасында жүгірумен жүрміз ғой. Айдың басы аяғы деп, санаумен күн өткіземіз. Жаңа сіз хабарласқан уақытта жиналыста отыр едім. Ондай кезде телефонмен сөйлесе алмаймын. Өзіңізде бәрі дұрыс бәйтеуір. Шүкір дедім де, осының алдында ғана телефонның жауап бермегеніне жынданып, неше түрлі ойға кеткенмен ұялып тұрдым. Иә аға, өткенде сізге өзім хабарласайын дегенмін. Бірақ сіздің телефон номеріңізді алмағаным ойыма түсті. Иә, телефон номерімді бермеппін ғой саған. Бірақ өзім бірінші хабарласамын ғой деп ойлағанмын. Иә деп, қалбалақтадым да қалдым. Өткенде өзім сізге хабарласайын деп ойлағанмын. Бірақ номеріңізді таппадым. Сіздің өлең жазатыныңызға сәйкес жұмысым болып еді. Кіші ұлым 11-ші сыныпта оқиды. Сол ұлым мектептерінде жігіт сұлтаны жарысы болады екен. Соған қатысуға талаптанып, жарыс шарты бойынша өзін таныстыруы бар екен.
Соған жақсы шумақтар жаздырып алайық дегенбіз. Иә, естігенімде жазып беретін едім ғой. Енді не болды? Жарыстар болды ма? Иә, болды, жақсы өтті. Екінші орын алғаны да қатты қуандық. Оның әкесі сияқты домбыра тартып, ән салатын өнері бар. Түрі де әкесіне тартқан. Марқұм күйеуім осылын өте жақсы көретін еді. Сонда қалай күйеуі әр үлкен ұлын онша жақсы көрмеді ме деп аңдамай сөйлеп қалдым. Жоғы, баласы болған соң әрине жек көрмейді ғой. Тек үлкеніміз көбінесе ата-енемнің қолында өскен соң ба, біз оны көп еркелете алмадық. Ол кезде жаңа үй болған кезіміз, әрі жаспыз, бала бағу дегенді ойымызға да алмайтын едік қой. Өз-өзімізге келіп аяғымызға тұрғанша атасына көмектесіп, үй жұмыстарына шыныға берсін деген оймен ата-енемнің қолына бергенбіз. Аға менің уақытым аздау еді, кейін дұрыстап асықпай әңгімелесерміз деп қиылғанда ғана оның жұмыста тұрғаны есіме енді түсті. Я, айбетпе айтайын дегенім, уақыт тауып Майра екеуіңді шайға шақырайын деп едім. Соған қай күні уақытының ыңғай келеді? Я, деді Сымбат күліп. Майра да құлақ етімді жеп қой деді. Жеп қойып еді. Ағаң хабарласпады ма? Қашан дәмханаға барамыз деп. Айтпақшы, Майраның жағдайы қалай? Өзі ашық мінезді екен. Менен сәлем айтып қоярсың дедім мен де мәз болып. Майраның жағдайы жақсы, ағаң маған ұнады деп жүр ғой. Ой, ол өте жақсы қыз, ашық мінезді, мектепте жартылай орысша оқыған деп Майраны біраз мақтап кетті де. Жарайды, кешке Майрамен хабарласып, қай күні бос екенін білейін. Сосын сізге нақты хабарын айтам. Әзірше сау болыңыз деген Сымбаттың сыңғырлаған дауысы телефонда үзіліп кеткен соң, тағы да айдалада қалғандай жан-жағымда үнсіздік жайлады. Арасында жұмысымда бір жайсыз жағдайлар болып, біраз күн мұрнымнан шаншылып жүрдім. Әрине, жұмыс болған соң түрлі нәрсе болады ғой. Ол кезде пойызбен жүк тасымалын жасайтын фирмада қауіпсіздік қызметінде күзет бастығы болып жұмыс жасап жүрген болатынмын. Бір күні жұмыс орныма сұңғақ бойлы, иегінде ғана азғана сақалы бар жігіт келді. Ол сөмкесіне Құран және біраз кітап салып алған екен. Басында әдемі тақиясы бар жігіт екен. Жұмыс қалуымды айтып өтініш жасады. Бұрында осы күзет саласында жұмыс істегенмін деген жігіт біраз жағдайын айтып, көргенде көзің тоятындай Сымбатты інімізді сөзге келмей жұмысқа қабылдадым. Контейнерлер тұратын базаның сол жақ бетінде әр жерде жөндеуге жіберілген 6-7 тепловоздар тұратын. Сол постыға әкеліп жұмыстың мән жайын түсіндірдім. Інім, өзің бір иман жүзді жігіт екенсің, Құран оқиды екенсің. Саған осы 4-ші постына сеніп бергелі тұрмын. Бұл жерде ұрлық көп болады, абайлап қарап қою керек деп тағы да ақылымды айттым. Қазақ қой деп айтқанымызбен кейде өз басымызға өзіміз жайсыздық тілеп аламыз ғой. Есебін тауып тепловоздың керекті құрал-саймандарын ағытып немесе кесіп алып, темірлерін өткізгеннен басқа қазақтардың, яғни біздің қолымыздан не келеді? Ештеңе. Диванда жатып батыр болудан, ақыл айтып данышпан болудан басқа әрине. Анамның айтуы бойынша айтсақ, көгенені көтінен түрте алмаймыз. Ұятай, жігітті жұмыс қалады ола отырып, кейде қарамағымдағылар үшін басшылардан сөзді естіп қалам. Сондықтан саған сенем, жұмыста сақ бол деп ескерттім. Сол жұмыс қалған молда жігітім ұрлықпен ұсталып пайдаладағы оны жұмыс қалғанмен басшылардан оңбай сөгіс естідім. Бар қателігі молданы жұмысқа алар кезде тиісті анықтамаларын алмай жұмысқа қабылдаппын. Бізде негізі жұмысқа адам алар кезінде құжаттарын жинататынбыз. Міне осы құжаттармен бірге жұмысқа тұрушы осының алдында жұмыс жасаған жерінен бөлмен бекітілген мінездеме әкеліп беру керек. Алайда мен Құран оқып жүрген молдаға сенгенім соншалықты, оның сол құжатын тапсырмағанына мән де бермеппін. Сөйтсек, ауысым барысында тұрған тепловозорды тексерген комиссия тепловоздың астыңғы жағындағы жуан кабельдердің кесіліп, ұрланғанын анықтайды да, әзірше ешкімге жария қылмай өзара аңдуға келіседі. Ұрының сырттан келмегені өз арамызда қолы сұғанақ адам бар екені белгілі болады. Әрине күдікке молда жігіт ілінеді. Өйткені ол ауысымға келген сайын жол сөмкесіне діни кітаптарды толтырып әкелетін. Соншама көп кітап неге әкелесің? Бір күнде бәрін оқып тауыспайсың ғой дегендерге
Оны Алланың қалауы біледі. Соның айтқандарын тыңдап оқимын. Ниет қылып әкелгеніңнің өзі сауап деп, құйқылжытатын молданы ертеңіне үйіне қайтуға келе жатқанда тоқтатады. Сумкасындағы діни кітаптарын шығарып тастап, орнына әдемілеп сумкасымен бірдей қылып қиған қалың мыс кабелін толтырып алған екен дейді ұстағандар. Осындай адамды құжатсыз жұмысқа алғаным үшін мені де жазаға тартып, қомақты айыппұл арқаладым. Төбедегі Құдайдың жердегі табынушылары мынадай ұрлық жасаса, басқаларға не жұрық деп жағамызды ұстаған жай болды.